Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла сендерге өлексені, бауыздаусыз өлген малды, қанды, доңыз етін, Алладан басқаның атымен бауыздалған хайуанды жеуді арам қылды. Алайда кім шарасыз жағдайда еріксізден одан жан сақтап қаларлықтай өз лайығындай жесе, күнәға жатпайды. Өйткені Алла өте кешірімшіл һәм ерекше мейірімді. Алла түсірген кітаптың Тәураттың сөзін жасырып, оны болмашы ақшаға сататындардың жеп қарнын қампитқаны тек от қана. Қиямет күні Алла оларға тіл де қатпайды. Олардың күнәларын да кешірмейді. Олар қатты азапқа душар болады. Әне, солар туралыққа, азғындықты кешірімге, жазаны жұмаққа, тозақты айырбастап алғандар. Олар тозаққа не деген шыдамды. Бұл қатты азап. Алланың өз кітабын Тәуратты қақ түсіргендігінен, олардың Тәураттағыларды жасырғандығынан немесе өзгерткендігінен болды. Кітап турасында талас тартыс шығарушылар өте ұзақ уақыт қарсылықта қалды. Беттеріңді шығысқа не батысқа қаратуларың жақсы іске жатпайды. Қайта Аллаға, қияметке, періштелерге, Алладан түскен кітаптарға, пайғамбарларға шынайы сену, Алланың ризалығы үшін мал-мүлкінен жақындарына, жетімдерге, міскіндерге, мал-мүлкінен қол үзіп қалған жолаушыларға, қайыршыларға, құлдарды азат етуге заттай көмек беру, сондай-ақ намаз оқып, зекет беру, уағдасына опа қылу, жоқшылыққа, ауруға, Алланың жолындағы соғыс зардабына шыдамдылық көрсету, міне, осылар жақсылыққа жатады. Нағыз адал адамдар, нағыз тақуалар, міне осылар. Ей мүминдер, кісі өлтіргендерден қан қарызын алу сендерге парыз етілді. Азамат, азат адам үшін азамат, құл үшін құл, әйел үшін әйел өлтіріп қан қарызы алынады. Өлтірілушінің жақын туысы белгілі дәрежеде кешірім еткісі келсе, қан қарызын алудан кешсе, онда өз жөнімен кесімді құнды талап етуі, қылмыскердің де құнды жақсы мәмілемен толық төлеуі керек. Бұл үкім Раббыларыңның сендерге істеген жеңілдігі, әрі көрсеткен мейір шапағаты. Осыдан кейін шектен асып кеткендер, құн алғаннан кейін қанды қолды өлтіргендер Алланың ауыр жазасына ұшырайды. Ей ақыл иелері, сендер үшін қысас ішінде өмір бар. Біреуді өлтірген адам өзінің өлтірілетінін де біледі. Сондықтан райынан қайтады. Бұл қан төгуден сақтануларың үшін. Егер сендерден біреу өлер кезінде артына көп мал мүлік қалдырса, ата-анасына, жақын туыстарына адалдықпен өсиет айтуы керек. Бұл тақуалар үшін нақты парыз етілді. Кім-кім өсиетті ет құлағымен естігеннен соң оны өзгертіп жіберсе, оның күнәсі өзгертушіге жүктеледі. Алла расында барлығын естіп, біліп тұрады. Кім-кім өсиет айтушы ағат кетіп немесе қателесіп қалмасын деп оларды өсиет айтушы мен өсиет тыңдаушыларды жарастырып қойса, мұның оқасы жоқ. Алла асқан кешірімшіл әрі рахымды. Ей мүминдер, бұрынғыларға парыз болғаны сияқты сендерге де күнәдан сақтануларың үшін ораза парыз етілді. Ол санаулы күндер сендерден біреу ауру болып немесе жол сапарда болып ораза ұстамаса, кейін сол күннің орнын толтырсын. Ораза ұстауға дәрменсіздер күніне жоқшылықтағы бір адам тоятындай фидия берсін. Кім артық берсе тіпті жақсы. Білсеңдер, сендер үшін ораза ұстағандарың әлде қайда жақсы. Рамазан айы сондай бір ай. Сол айда адамдарға тура жол көрсететін, дұрыс пен бұрысты айыратын дәлел түріндегі Құран түсіріле бастады. Кім осы айды көрсе, сөз жоқ ораза ұстасын.
Егер ауру болса немесе жол сапарда жүрсе, басқа күндерде орнын толтырсын. Алла сендерге жеңілдік тілейді, қиындық тілемейді. Ауыз ашық болған күндердің қазасын ұстап, санаулы күнді толтыруларыңды, сендерді тура жолға салғандығы үшін Алланы мақтауларыңды, Аллаға шүкірлік етулеріңді қалайды. Егер пенделерім сенен мен туралы сұраса, оларға айтып қой, мен оларға жақынмын, маған дұға қылса, дұға қылушының дұғасын қабылдаймын. Олар тура жолмен жүру үшін менің үндеуімді қабылдасын, маған илансын. Оразаның түндерінде әйелдеріне жақындасу сендерге алал етілді. Әйелдерің сендердің киімдерің, сендер әйелдеріңнің киімісіңдер. Бір-біріңмен араласып, киім денеге жабысқандай жабысып жасайсыңдар. Алла сендердің өздеріңді алдағандарыңды, оразаның түнінде әйелдеріңе жақындасып қойғандарыңды білді. Сондықтан тәубелеріңді қабыл етті, сендерді кешірді. Енді әйелдеріңе жақындасыңдар. Алла бұйырған нәрсені перзентті талап етіңдер. Таң атарда ақ жіп қара жіптен айырылғанға дейін, таң күбесі сөгілгенге дейін жеп ішіңдер. Сонан кейін кеш батқанша ораза ұстаңдар. Сендер мешітте ихтикафта отырған кездеріңде күн болсын, түн болсын әйелдеріне жақындамаңдар. Бұл Алланың белгілеген шегі. Оған жақындамаңдар. Арам істерден сақтанулары үшін Алла адамдарға өзінің аяттарын осылай айқын баяндайды. Бір-біріңнің мал-мүліктеріңді жолсыздықпен алмаңдар. Күнә боларын біле тұрып, басқалардың мал-мүлкін алу үшін әкімдерге пара бермеңдер. Ей Мұхаммед, олар сенен жаңа туған ай туралы сұрайды. Оларға ай адамдардың тіршілік істеу, сауда-саттық жасау, ораза ұстау, ауыз ашу қатарлы істері мен қажылық уақытын есептеуге жаратылған. Деп айт. Үйлеріңнің артынан надандық замандағы сияқты ихрамда тесік ашып кірулерің жақсылыққа жатпайды. Алладан имену жақсы іс деп есептеледі. Ендеше ихрамда үйлеріңнің қақпасынан кіріңдер. Мұратқа жетеміз десеңдер, Алладан қорқыңдар. Өздеріңмен соғысқандармен Алла жолында соғысыңдар. Бірақ өздерің шапқыншылық жасамаңдар. Алла шапқыншылық жасағандарды ұнатпайды. Олар бастап соғысса, оларды кездескен жерде өлтіріңдер. Өздеріңді мекендеріңнен Меккеден қуғандай, оларды да мекенінен қуыңдар. Зиянкестік соғысудан да жаман. Олар өздері сендермен соғыспайынша, сендер олармен Мәсжид әл-Харам жанында соғыспаңдар. Егер олар соғыс ашса, онда сендер де өлтіре беріңдер. Кәпірлердің жазасы міне осы. Егер олар соғысты тоқтатса, сендер де тоқтатыңдар. Алла кешірімді әрі мейірімді. Қастандық аяқтап, дін Алланың діні болғанға дейін олармен соғысыңдар. Егер олар соғыстан күпірден бас тартса, залымдық істеушілерден басқаға дұшпандық жоқ. Құрметті айлар екі жаққа бірдей, құрметтелуге тиісті нәрселер бір-біріне тең дәрежелі. Яғни, құрметті айларда соғысу не соғыспай құрметтеу екі жаққа бірдей. Осы айларда кім сендерге қаншалық соқтықса, сендер де соншалық соқтығыңдар. Тақуа болыңдар. Алла тақуалармен бірге. Алла жолында мал-мүліктеріңді аямаңдар. Тақыстық істеп, өздерің ойраншылыққа қалдырмаңдар. Жақсылық істеп тұрыңдар. Жақсылық істеушілерді Алла шынында жақсы көреді. Хажды және умраны Алла үшін толық орындаңдар. Егер жаугершілік немесе ауру себебімен жолда тосылып қалсаңдар, 3 түлік малдан қолға оңай түскенін құрбандыққа шалыңдар.
Құрбандық белгіленген орынға Минаға жетпейінше шаштарыңды алдырмаңдар. Кім осы кезде ауырып қалса, немесе басында бір ақауы болса, шашын алдырмай 3 күн ораза ұстасын. Не 6 кембағалға 3 сақ садақа берсін, не құрбан шалсын. Аман сау кездерінде омраны өтеп болған адам хаж міндетін өтеу орайына ие болса, хаж кезінде 3 күн үйіне барғаннан кейін 7 күн ораза ұстасын. Сонда толық 10 күн болады. Бұл үй Мәсжид әл-Харам маңында болғандарға тиесілі. Алладан қорқыңдар. Алланың жазасының өте қатты екендігін біліп қойыңдар. Хаж уақыты мәлім айлар ғана Шәуәл, Зүлқағда, Зүлхиджаның 10-на дейін. Кім осы айларда хаж парызын өтеуді бастаса, әйелге жақындасуына, күнәлі іс істеуіне, жанжал шығаруына болмайды. Әсіресе ихрам байлаған кезде сендер қандай бір жақсылық істесеңдер де Алла оны көріп тұрады. Жол азық алып алыңдар. Жол азықтың ең жақсысы тақуалар. Ей ақыл иелері, менен ғана сақтаныңдар. Хаж мерзімінде сауда және басқа кәсіп арқылы Раббыларыңнан ризық талап етсеңдер, ешқандай күнә болмайды. Арафаттан қайтқан кездеріңде Мәшғарил Харамда, Мұздалифада Алланы ауызға алыңдар. Алла сендерді оң жолға салғандығы үшін оны еске түсіріп тұрыңдар. Онан бұрын анық адасушылар едіңдер. Мұнан соң сендер Арафаттан адамдар қайтқан жолмен қайта оралыңдар. Алладан кешірім тілеңдер. Алла шынында аса кешірімді, ерекше мейірімді. Хаж міндеттерін өтеп болғаннан кейін де Алланы ата-бабаларыңды еске түсіргендей, немесе онан да арман еске түсіріңдер. Раббымыз бізге дүниеде ғана несібе бер деген адамдарға ақыретте несібе жоқ.